Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырып бірінші мобильді қосымша. Мақсатымыз ойын кубигін ұқсаттыратын жоба үлгісінде қосымша құру алгоритмін қарастырайық. Ал егер мобильді құрылғыны біз сілтейтін болсақ, онда біз кубикті қажетті дөңгелектер санында лақтыратын боламыз. Яғни біз ойын кубигін құрастырып үйренетін боламыз. Сондай программаны жасаймыз. Бізге ол программаны жасау үшін бірнеше алгоритм қажет. 23 алгоритм бар. Осы алгоритмдерді кезек-кезек орындап шығуымыз қажет. Біріншісі Google аккаунтын құру немесе бұрын құрылған аккаунтты пайдалану. Яғни егер сіздерде Google аккаунты бар болса, соны пайдалануға болады. Екіншіден, мына берілген сілтеме бойынша біз MIT App Inventor визуалды бағдарламалау ортасына кіру керекпіз. Үшіншіден, Terms of Service, яғни приложение бізден қызмет көрсету шарттары. Осы қызмет көрсету шарттарын ашып, осы терезесінен I accept the terms of service, яғни мен осы берілген шарттарды қабылдаймын дегенді басу керекпіз. Содан кейін төртіншісі Welcome to App Inventor 2, яғни терезесінен Continue, яғни жалғастыру таңдап алу керекпіз. Содан бесіншіден орыс тілін таңдаймыз, яғни ол жерде бірнеше тілдер көрсетілген. Шектеулі тілдер, қазақ тілі жоқ болғаннан кейін біз орыс тілін таңдауға міндеттіміз. Алтыншы, Cube Sensor жаңа жобасын бастау керекпіз, яғни жобаға Cube Sensor атын енгізу арқылы біз жаңа жобаны ашамыз. Жетіншіден, визуалды бағдарламалау ортасының жұмыс ортасы келесідей болады. Яғни біз жаңаға Cube Sensor программасын ашқан кезде міне бізде осындай терезе ашылады. Біріншісінде основной компонент, яғни компоненттердің басты мәзірі орналасқан. Екіншіден бізде мобильді экранымыз көрсетілген болады. Үшіншіден компонент программы, яғни программа компоненттері беріледі. Төртіншіден свойства компоненті, яғни негіздері компоненттің. Осындай бізде терезе ашылады. Сегізіншісі, осы бейне компонентіне мобильді құрылғының экран терезесіне ауыстырып, бейне компонент қасиеттеріне жүктеуді таңдаймыз. Яғни міне бізде мобильді құрылған экран терезесі көрсетілген, осыған бейне компонентті, яғни изображение орысша айтқанда, осы изображениені алып, осы мобильді құрылған экран терезесінде орнату керекпіз. Осы орнатқаннан кейін бізде міне изображение басып, осы жерден файлдарды жүктеу керекпіз. Яғни бізде жаңағы ойын түйегі бар, 6 бар, біз білеміз, 6 жағы. Осы 6 жағын енгізу арқылы бірінен кейін біз бірін бейне компоненттер үшін графиктерді бірінен кейін енгіземіз. Одан кейін файлды жүктеу функциясының көмегімен 5 графикалық файлды, яғни қалған 5-еуін дәйекті жүктеп отырамыз. 11-ден бірінші бейнені алып, кубик жақтарына өзгертіп атаймыз. Яғни міне берілген бірінші кубигімізді аламыз да, соның атын өзгертеміз, яғни сторона кубик жағы. 12-ші, сенсорлар тобынан акселерометр сенсорын таңдап алып, оны мобильді құрылғы экран облысына ауыстырамыз. Яғни міне осы жерде көрсетілген сенсор тобын басамыз, сол жерден осыны алып, жаңағы біз мобильді қосымшаның экранына орнатамыз. 13-ші, Screen 1, яғни компонентін таңдап алып, оның көлденеңінен теңестіру, тігінен теңестіру және де экран бағдары қасиеттерін орнатамыз. Міне берілген Screen 1-ді басамыз, одан кейін міне көлденең орнату, тігінен орнату және де экран бағдары. Осыларда суретте берілген құсап орнату керекпіз. 14-ші, оң жақтағы мәзірді блок режиміне ауытып, сенсор акселерометр бірінші сенсорын таңдап, одан кейін бір акселерометр сенсоры діріл блогын бағдарлама блогы өрісіне апарып қоямыз. Міне басамыз, осы жерде діріл блогы берілген, осыны бағдарлама блогын сыртына шығарамыз. Сонда ол бізде іске қосылатын болады. Іске қосылғаннан кейін біз бірінші кубик жағы компонентін таңдап алып, одан кейін беру, яғни бірінші кубик жағы бейне блогын бағдарлама блоктары өрісіне апарып қосамыз. Жаңаға шығарған бөлікке апарып қосу керекпіз. Осы блок бізде графикалық файл бейнесін мобильді құрылғы экранына шығарады. 16-ші, кубик жақтарын бейнелеу үшін
біз оларға бейнелеу файлының атын, яғни қосу функцияларының көмегімен қалыптастырылады. Яғни 1-ден 6-ға дейінгі біз диапазондағы кездейсоқ сандарды беретін боламыз. Себебі бізде 6 жағы болады. 17. Математикада бізде 1-ден 100-ге дейінгі кездейсоқ бүтін санды таңдау және 1-ден 6-ға дейінгі диапазон мәнін орнату. Міне берілген 1-ден 100-ге дегенді. Осын бағанағы қосымшаға жалғаймыз. Сол жерден біз 1-ден 6-ға дейінгі сандарды береміз. 18. Блок қосуды таңдау керекпіз. Міне суретте көрсетілген осыны, және де оған 1-ден 6-ға дейінгі кездейсоқ мәнмен кейін қосылу үшін .png мәнін жазу керекпіз. Міне қостық және де жаздық. 19. Қосымшаны рәсімдеп, Screen1 компонент қасиеттеріне белгішені орнатамыз. Суретте көрсетілген міне Screen1 компонентіне осы берілген бойынша фоновый рисунок осы жерге нет дегенді басып орнатамыз. Бағдарлама дайын. Осы дайын бағдарламаны біз мобильді құрылғыға жүктеу керекпіз. Ол үшін біз құру қосымшаны жүктеу үшін QR кодты алу керекпіз. Яғни осы QR кодты алып болғаннан кейін біз бағдарламаның QR кодын алып, оған осы программаны біз жаңағы телефонымызға орнатып, осы жерден скан QR кодты басып, жаңағы біздің дайын болған приложениямызды алуымызға болады. Енді осы өткеніміздің бәрін қазір тәжірибе жүзінде жасап көрейік. Ол үшін біз ең алдымен бастапқы бетке ораламыз. Сол жерден мына қараймыз жұмыс алгоритміне. Бізге ең алдымен сілтеме керек. Осы сілтемені аламыз және де оны енгіземіз. Міне сілтемені енгіздік. Бізде қараңдар, Google аккаунтын құру немесе бұрын құрылған аккаунттарды пайдалану. Менде өзімде бұрын құрылған аккаунт бар, сол аккаунтты пайдалана берем. Міне бізде ары қарата осы сілтемені енгізу арқылы біз MIT App Inventor визуалды бағдарлама ортасына кіру, яғни біз кірдік. Міне. Үшіншіден Terms of Service терезесінен I accept the terms of service, яғни таңдап алуымыз қажет. Біз бұл берілген шарттарға келісу болып табылады. Яғни оған мен келісіп қойғам, сол себепті ол менен шыққан жоқ. Міне. Ары қарата Welcome to App Inventor 2 терезесінен Continue таңдап алу, одан кейін орыс тілін таңдау. Міне, мына жерде орыс тілін таңдап қойған екен. Міне. Кірсеңдер басында English деп тұрады, яғни ағылшын тілі тұрады. Осы жерден русский орыс тілін таңдадық. Cube Sensor жаңа жобасын бастау, яғни осы жобаны енгіземіз. Міне Start новый. Яқта тұр, начать новый проект, яғни создать новый проект. Міне название проекта Cube Sensor. Окей. Міне менде ашылды. Міне кірді. Ары қарата қараймыз, визуалды бағдарлама ортасының жұмыс ортасы келесіде болады. Яғни міне осы жерде көрсетілгенде основные компоненты, басты компоненттер, мобильді құрылғының модель экраны, программа компоненттері және де свойства компоненті. Компоненттердің негіздері болып осылай тұрады. Осы бетіміз міне берілген бізде төртеуі де. Одан кейін бейне компонентін мобильді құрылғының экран терезесіне ауыстырып, бейне компонент қасиеттеріне жүктеуді таңдаймыз. Бейне деген изображение міне мына жерде тұр, мобильді экранның бетіне алып барып жүктейміз. Одан кейін изображение басып, бізде көрсетілгендей изображение, яғни загрузить файл. Файлды жүктеуді таңдаймыз да, біз берілген суреттерімізді енгізе бастаймыз. Міне мына жерде дәу болып шықты, размер телефона деген бар, размер планшета және де одан да үлкені. Міне таңдасақ, осылай бізге көрсетіледі. Міне файл жүктеу көрсетілген әр шагымен 2, 3, 4 деп. Міне бейне компонент үшін графикалық файлды жүктеу. Файлды жүктеу функциясының көмегімен 5 графикалық файлды
дәйекті жүктеу, яғни 5 графикалық файлды кезек-кезек жүктеп шығамыз. Және де бірінші бейнені, осы бастапқы жүктеген бейнемізді көбік жақтарына өзгертіп атап, яғни міне новое название, жаңа ат береміз, сторона кубика. Бірінші жүктеп алайық файлдың қалғандарын. Және де алтыншысы. Alt компонентін енгізіп болғаннан кейін біз атын өзгертеміз дедік. Міне переименовать біріншісін. Және де сторона кубика, яғни кубик жаны. Бердік атын. Сенсорлар тобынан акселерометр сенсорын таңдап алып, оны мобильді құрылғы экранына облысына ауыстыру керекпіз. Міне сенсорлар жағынан таңдап аламыз. Блогынан яқтан іздейміз. Міне сенсор таптық. Және де осыны әкеп енгіземіз. Енгіздік, шықты бізде. Screen 1 компонентін таңдап алып, жоғарыда көрсетілген бірінші Screen 1 компонентін таңдап алып, оны көлденеңнен теңестіру, және де тігінен теңестіру, және де экран бағдары қасиеттерін орнату. Экран бағдары альбомный режим, мыналар центр, яғни ортасы. Таңдадым. Міне слева деп тұр, яғни ортасына орналастырдым. Байқадыңдар ма жылжыған? Міне слева, справа, ортасына. Және де екіншісінде ортасына десем, міне тура ортасына орналасты. Одан кейін ориентация экраны альбомный режим. Қойдық. Оң жақтағы мәзірді міне блоктар түрін таңдап аламыз. Блоктарға барамыз да, осы жерден сенсор акселерометр бір сенсорын таңдап аламыз да, осы жерден міне бірді шығарамыз. Яғни діріл блогын бағдарлама блогы өрісіне апарып қоямыз. Сонда құрылғы бізде діреге ұшырай сала осы блок іске қосыла бастайды. Оны жоғары жақта, оң жақта міне тұр. Блоке деп таңдап аламыз. Міне сенсор таңдадық. Міне алып шығардық, қойдық. Одан кейін сторона кубика жағын таңдап аламыз да, кубик жағын. Сөйтіп, ол жерден присвоить сторона кубика изображение дегенді алып, жаңағы жердің ішіне апарып орнату керекпіз. Міне сторона кубика бастым, шықты. Сторона кубика изображение деген. Міне тұр, присвоить. Апарып, енгіздім. Одан кейін кубик жақтарын бейнелеу үшін бізге текст таңдап алу керек та, соединить дегенді басу керек, яғни қосымша жалғауға болатын нәрсе. Бұл қосу арқылы функциясын көмегімен біз 1-ден 6-ға дейінгі диапазондардағы кездейсоқ сан, яғни plus.png графикалық файлын кеңейту болып табылады. Міне текст, соединение орнаттық. Математикада 1-ден 100-ге дейінгі кездейсоқ бүтін санды таңдау және 1-ден 6-ға дейінгі диапазон мәнін орнату. Математика жағына кіреміз да, міне 1-ден 100-ге дейін санды таңдап алып, бізде кубиктің 6 жағы бар, сол себепті 6-ға дейінгі 1-ден 6-ға дейін таңдап аламыз. Математика, случайное число в диапазоне 1-ден 100-ге дейін, осы жерде 100-дің орнына 6 деген санды енгіздік. Мына блогын қосу таңдап аламыз да, және оған 1-ден 6-ға дейінгі кездейсоқ мәнімен кейін қосылу үшін бізге .png мәтінін жазып енгізуіміз қажет. Текстқа кіреміз, қосымша бірінші тұр екен, жалғадым, және де осы жерге бізге .png орнаттық.
Болды, біздің мәзіріміз дайын. Енді қайттан артқа оралып, қосымшаны рәсімдеп, Screen1 компоненті қасиеттеріне белгішені орнату керекпіз. Міне, компонент Screen1-ге кіреміз. Свойства жақтан біз белгілерді қалай тұр, суретте осылай орнатып шығамыз. Дизайнерге кірдік. Screen1 міне орнатып бастым. Одан кейін компоненттері міне тұр. Осы жерде орнатып шығамыз. Болды. Бағдарлама дайын, оны мобильді құрылғыға жүктеу керек. Сол себепті ол үшін біз қосымшаны жүктеу үшін QR код құру арқылы басу керекпіз. Сонда бағдарламаның QR кодын біз ала аламыз. Ол үшін міне жоғарыда тұр, построить құру, приложение міне создать QR код, яғни QR кодты құру. Бізде жүріп жатыр. Біздің кішкене уақыт алуы мүмкін QR код шығу. Енді сол QR код шыққаннан кейін біз мына бағдарламаны соткамызға орнатып, осы жерден скан QR кодты пайдалану арқылы біз осы сканерді түсіріп, біз жаңағы өзіміздің ойын сүйегімізді, яғни кубигімізді алсақ болады. Яғни жалпы бүгінгі біздің істеген тақырыбымыздың мақсаты ойын кубигін ұқсаттыратын жоба үлгісінде қосымша құру алгоритмін қарастырдық. Яғни егер біз мобильді құрылғыны сілкілейтін болсақ, онда біз кубикті қажетті дөңгелектер санына лақтыратын болады. Яғни біз сілку арқылы кез келген бір бетін түсіріп алуымызға болады осы құрған кубигіміздің. Міне QR кодын шықты. Енді үйге тапсырма, және де қазірге тапсырма. Қазір тура осы айтқанды бойынша жұмыс жасаймыз. Үлгермегеніміз үйде аяқтаймыз да, сонда шыққан QR кодты маған жіберетін боламыз, және сол арқылы тексеріп, дұрыс емес жерін анықтайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет.